биыл қалай болады екен енді Азия чемпионатында қандай жетістікке қол жеткізеді екен. Қолда тұрған қоладан айырылып қалмайды деген ойдамыз. Ардақты ағайын, сіздер мен біздер және соған енді үмітпен қараймыз жолына. 2019 жылы жастар арасындағы да Азия чемпионы, былтырғы жылғы да Азия чемпионы. Сыр басталған, енді өкінішке қарай жапониялыққа жол берді жартылай финалда. Сондықтан енді қазір көріп отырсыздар. Жеңу керек, қола медаль бізге алу керек, иншалла. Ал Талғат енді барды салу керек. Енді Талғат қарсыласына қарағанда жас әрине, 23 жаста. Көріп отырсыздар. Қандай әдіс тәсіл жасап кетті. Бірақ есепке алды. Activity time. Талғат үшін тамаша мүмкіндік. Жаңағы шығарып келгенде белсенділік Талғат жағында деп жатыр. Осы енді қазір 1 ұпай Талғатқа жазылады. Ой егерде осы айналдырған 30 секундтың ішінде Иран балуаны әдіс жасамайтын болса. Бірақ Талғат енді сол мүмкіндікті ары қарай. Міне тамаша. Енді былайша айтқанда ардагері спортшыға қарай жасау керек қой. Жасау керек. Жеңу керек, иншалла. Физикалық тұрғыдан өте мықты екен, көріп тұрсыздар. Талғат 1 ұпай алды. Енді егерде ары қарай Талғат белсенділік танытпайтын болса, дәл осындай жағдайда өзі де қалады Талғаттың. Былтыр енді Алматы шаһарында тамаша көрсеткен, одан кейін әлем чемпионатына барды. Әлем чемпионатына да өкінішке орай ол жақта да енді қолда тұрған былайша айтқанда жүлдеге бір табан жақын қалды. Қазір ескертуде күресіңдер деп жатыр, күрес жандансын деп жатыр ортадағы төреші. Талғатқа тоқтамау керек. Жасау керек. Талғат құда бұйырса иншалла. Амал жасау керек, әрекет. Артына өтіп кет. Иә, сол итеріп шығарып жіберсең де міне 1 ұпай алды. Бәрекелді, 1 ұпай. Жақсы. Босқа жүрмеу керек, босқа тұрмау керек. Қолында қағазы мен қаламы қателіктерді кімнің қандай жетістікке жеткен бәрін түртіп алып жатқан болу керек. Мадияр босама деп жатыр енді. 2 ұпаймен бірінші кезеңде 2 ұпай алда тұр. Сонда қазір бірақ енді үзілістен кейін ирандық бірден шабуылға көшетіндігі анық. Қымбатты көрермендер, міне енді Азия чемпионатында өзінің шарықтау шегіне жетіп қалды. Ертең жарыстың соңғы күні. Қазақстан давай! Қазақстан жасасын! Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды. Оның енді міне 2 салмағында 57 және 65 келі салмақ дәрежелерінде жеңімпаздар мен жүлдегерлердің есімдері белгілі болды. Азия чемпионатында енді міне қазір 70 келі салмақ дәрежесінің 2-ші қола жүлдесі сарапқа салынды, 1 қола жүлде Үндістанға кеткен болады. Бұған дейін енді грек-рим және әйелдер күресінің балуандары 2 күннен байрақты бәсекеде өнер көрсетті. Әсіресе біздің грек-рим күресінің балуандары өте жақсы нәтижеге қол жеткізді. Серік Жұмашевтан тәлім алатын өрендер 2 алтын, 5 күміс және 2 қолаға қол созып, 180 ұпай еншілеп, және бір 5-ші орын бар. 10 балуанның 9-ы жүлдеге ілініп, жалпы командалық есепте 1-ші орынға ие болды. Ал енді Қайрат Сағадиевтен тәлім алатын әйелдер күресінде жеңу керек, 68 келі салмақ дәрежесінде Мәдина Бақбергенова және 72 келіде Шамиля Бақбергенова Азия чемпионы атанып, 7 орынның еңбек сатысына көтеріп алтыннан алған. Таста. Тағы
Qattiroq. Сырбас. Basta, ko'tar. Молодец. Jasa. Inshaalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. Jasa. Әйтпесе өзің қауіпті жағдайға түсесің қазір. Hoppa. Міне, көріп тұрсыздар, қалай сытылып шығып кетейін деп жатыр. Айналдыру керек бұлайша. Dürüst. Barakel. Өт. Жақсы. От, бәрекелді. Дұрыс бол. Керемет. Жақсы. Қоялды. Бәрекел, жарайсың. Айтып өтейік. Жаса. Накат жаса. Жұлдыз Ешімова, күміс және Гүлмарал Еркебаева. Жұлдыз Ешімова қола 53 келі салмақ дәрежесінде және Гүлмарал Еркебаева 76 келі салмақ дәрежесінде де 3-ші орыннан көрінді. Бүгін міне әзірге еркін күрес палуандары Рахат Қалжан күміс медаль алды. Міне қазір Талғат Сырбас Талғат отып жатыр. Ирандық қарсыласын. Сондықтан да біз екінші жүлденің күтуде асудамыз, бірақ әлі де уақыт баршылық. Сырбазға тоқтап қалмау керек. Былтырға енді өкінішті жасатқызбау керек. Иранға амал жасатқызбау керек, әдіс жасатқызбау керек. Иранға жасатқызбау керек. Молодец. Өзін жаса, бірақ Иранға жасатқызбау. Ол әлі міне 1 минуттай уақыт бар. Бағана көріп отырсыздар, Жапониялық 7 секунд қағанда жеңісті жылып алып отыр. Сондықтан да Ирандық енді Иран тіркеткізбеу керек. Иранды 30 тіркеткізбеу. жаста. Қазақстанымыз жасасын. Сондықтан да тек сол шаршап қалып жатыр. Соңғы минут кетіп жатыр. Қазір Талғатқа көріп отырсыздар әне. Қалай қателікке бой алдырмау керек. Тізесіне аяғы тиіп кетті. 50 секунд қалды белдесудің аяқталуына. Әзірге міне көріп отырсыздар 4-0 есебімен бізге жеңу керек Сырбас Талғат алда тұр. Ирандыққа әдіс жасатпау керек. Уақыт осы әлі былайша айтқанда таразы басын теңестіріп, суырылып алға шығып кетуге уақыт баршылық былайша айтқанда. Сондықтан міне көріп отырсыздар, тағы да аяққа өтуге ұмтылып жатыр. Қазір тек қана 30 секундтан аз қалды. Тек қана сауатты қорғану керек, артқа өткізіп алмау керек. Қазір ескерту беруі мүмкін Сырбазға. Сондықтан да қазір басы байланып өтіп кететін болса өте қиын. Осындайда секундтарда жылжымай қояды ғой, міне көріп отырсыздар. Байқа 5, 4, 3, 2, 1, міне Бәрекелді. Қола жүлде бізде. Құдайға шүкір. Құттықтаймын. Бәрекелді. Құтты болсын қола жүлделеріңіз. Рахат Қалжан Сырбас Талғат қолаға қол созды. Бұл шында үлкен жетістік екенін естеріңізге сала кетейік. 70 келі салмақ дәрежесінде Сырбас былтыр Азия чемпионы атанса, биыл міне Азия чемпионатының қоласын місе тұтып отыр. Түсінікті енді жыл сайын енді спорттық өзінің деңгейінде өз-өзін ұстап тұру қиынырақ. Дегенмен де қазір енді